Ассалаумағалейкум достар, аға бауырлар, амансыздар ма? Баршаңызға сәлем жолдадым. Атыраудан. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала. Как у вас там дела? Қалайсыздар достар, амансыздар? Так, малға шыға қалдық. Түгендеп көріп кетейікші деген ой. Сигнал мынау жақтан келді. 1 километрдей бері қарай қозғалған екен. Мен қазір 2 сағат жарым дегенде сигнал келгеннен кейін шығып тұрғаным. 2 сағат жарымның ішінде бері қарай 1 километр қозғалған екен. Осы жерде жатыр бәрі. Так, сан түгел, құлындар түгел. Вот они здесь лежат. Сигнал пришел оттуда. Они чуть-чуть отодвинулись на километр-полтора. Я вышел после прихода сигнала через 2-2,5 часа. Они уже здесь. Так, саны түгел, құлындар түгел. Жылқылар күйін жіберіпті. Машам кәдімгідей арып қалыпты. Маша кәдімгідей арып қалған екен. Ертең таңбалаған уақытта бұлардың бәрін егіп жіберу керек. Лошади чуть-чуть похудели. Вот этот Маша, которая первая ожеребилась, она совсем худая. Не умрет, но худая она стала. Құлындардың күйі жаман емес, жақсы. Өткенде егіп жібердім. Құлындарға белгі таққан кезде мультивит минерал. Их этих кобыл, взрослых, надо их тоже проколоть. Через 10, может, наверное, 15 дней собираемся их таврировать. Вот. Тогда и я их проколю. Машам кәдімгідей арып қалыпты. Қабырғалары ырсиып. Қабырғалары ырсиып. Апельсин енесінің қасында жүр. Вот. Самая младшая с матерью ходит она. Все в порядке с ней. Вот они ходят, бродят. Ставим лайки, друзья, комментируем, подписываемся на канал. Так, жігіттер, достар, видеоға лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеліп кетеміз. Ол сіздердің каналдың даму үшін менің мына шағын кішкентай
Шаруашылығымның дамуы үшін қосқан үлестеріңіз болсын. Баршаңыздан өтініш: лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеле кетіңіздер. Құрттап жұрттап жатырған мал жоқ сияқты ішінде. Бізде бүгін күн бұлтты, бірақ қатты бір жаңбыр жауатындай бұлт көрініп тұрған жоқ, бірақ бұлттанып тұр. Осы жер құмның шеті, құмдағы шөп. Өткенде жаңбыр жауып кетті, жақсы. Содан кейін мына құмға жақсы шыққан екен шөп. Енді бір қатты қалың шығып кетпегенмен шөп бар. Ары қарай тіпті жақсы құмның өзі. Прошло уже 15 дней, 15-20 дней, как последний раз хороший дождь был у нас. Вот здесь на песках озеленел. Озеленел. Көкше бар, шуақ бар, көшім бар, баян бар, маша құлынымен, мотылек құлынымен, көкше мен көшім құлынымен, серый бар, атаман бар, түгел жүр жігіттердің малдары да бәрі қастарында. Сегодня у нас облачно, умеренный ветер есть, походу. Для лошадей отличная погода. Қазір бөгелектің уақыты емес, жылқылар суға барады да бірден суларын ішіп кейін шығады. Суда тұрмайды. Шуақ. Шуақ красавица, шуақ. Чидек. Вот такие дела, друзья. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем. Вот. Каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басамыз, достар. Мүмкіншілік болса, достарыңызбен бөлісіңіздер.